Көмір су алмасуының патофизиологиясы. Суретте көрсетілген гликоген молекуласы. Көмір су алмасуының реттеудің жалпы негіздері. Көмір су алмасуы ол энергия алмасуының орталық буыны немесе негізі болып табылады. Және қандағы глюкоза мөлшерінің тұрақтылығын, сондай-ақ оның тіндерге, ең алдымен орталық жүйке жүйесіне, эритроциттерге және жұмыс істеп тұрған бұлшықеттерге қол жетімділігінің қамтамасыз етеді. Көмір су алмасуының патологиялық өзгерістері глюкозаның түсуі, сіңірілуі немесе жинақталуы, жасушашілік пайдалануы және эндогендік түзілу процестерінің, сондай-ақ осы үрдістерінің гормондық және нейромедиаторлық реттелуін қамтиды. Көмір сулардың қорытылуы мен сіңірілуінің бұзылыстары. Патофизиологиялық мәні. Асқазан ішек жолында өңдеу кезінде көмір сулар моносахаридке дейін ыдырап, энтероциттер арқылы қан айналымына тасымалдануы тиіс. Осы кезеңнің бұзылыстары энергия тапшылығына, осмостық қысымның ығысуларға және екіншілік метаболизмдік бұзылыстарға алып келеді. Жалпы гликоген деп көрейік. Мысалы, гликоген. Оған глюкоза керек. Ал глюкоза тағамнан алынады. Крахмал. Мынау тағамдағы бізде жеген көмір сулар, мысал ретінде мынау берілген крахмал деп. Картөпте болады, тағы басқа тағамдарда. Ол ыдырау керек, міндет түрінде. Оның ыдырататын бірнеше ферменттері бар. Міне осындай асқазан жолдарында энтероциттер бар. Олар осыны ыдыратып, глюкозаға дейін, содан кейін глюкоза міне тасымалдаушы арқылы сіңіріледі, қан тамырға түседі. Сонда глюкозаның деңгейі жоғарылайды, содан кейін ол бауырға барады, немесе бұлшықеттерге, көбінесе қоры бауырда. Сонда гликоген болып жиналады. Қажет кезінде гликоген қайтадан ыдырайды глюкозаға. Глюкозаны біз пайдаланамыз. Себебі оны ыдыратып, бәрі қарай АТФ дамиды. Негізгі механизмдер осы бұзылыстардың мына бірінші. Аш ішек шырышты қабығының құрылымдық зақымдануы нәтижесінде онда сіңірілу, беткейі сіңірілудің азаюы. Жалпы аш ішектің осындай міне бүрлері болады. Оның зақымдануы, не қабыну, тағы басқасы. Сонда глюкоза ол сіңбейді. Келесі мембраналық дисахаридазалардың, ол лактаза, сахараза, мальтаза деген туа біткен немесе жүре пайда болған тапшылығы. Себебі глюкоза алу үшін, міне глюкоза асқазан ішек жолдарында бізде қант
қант десек, қантты ыдырататын міне сахаразы деген. Сонда қанттан глюкоза, соң глюкоза сіңіреді. Ал тапшылығы болса, міне сахараздан тапшылығы, онда глюкоза жоқ дейік. Немесе мальтаза, немесе лактаза. Келесі полисахаридтердің бастапқы гидролизіне қатысатын ұйқы без ферменттерінің белсенділігінің төмендеуі. Содан кейін энтероциттер арқылы глюкоза мен галактозаның трансмембраналық тасымалының ақаулары. Ол арнайы мына жүйелер SGLT1, содан кейін GLUT2 деген. Ол арнайы себебі мынандай міне бірлерден өту үшін мембранадан глюкозаға арнайы тасымалдаушы қажет. Мына жердегі рецепторлар мысалы GLUT2 деген. Ал осы рецептордың ақау болса, құрылымдың өзгерісі, тағы басқасы, онда мембрана арқылы глюкоза өтпейді. Қорытылмаған көмірсулар шек санлауында жиналып, осмостық қысымды артады және бактериялық ферментацияға ұшырайды. Бұл осмостық диареяны, метеоризмді және энергияның жоғалуына келеді. Әсіресе бұл жағдайлар балалар, жас балаларда және созылмалы аурулар кезінде аса қауіпті болады. Асқазан ішек жолдарында, мысалы ішек жолдарында глюкоза жиналып қалады. Ол осмостық қысым жоғарылатады. Осмостық қысым жоғарылатады дегеніміз ол суды байланыстырады, көп мөлшерде су. Содан кейін оған қосымша міне бактериялар. Оның өсіп өнуі жоғарылайды. Ал оның салдары мына диарея осмостық, немесе іш өтуі, метеоризмнің іш кебуі, іш өтуі. Гликогеннің синтезі мен ыдырауының бұзылыстары, көмірсу алмасуының бұзылыстарының мына бір механизм болып есептеледі. Гликоген ыдырауының оның түзілуінен басым болуы. Оған алып келеді стресс, гипоксия, немесе контринсулярлық жүйелердің гормондық белсенділенуі жағдайында бауыр глюкоза күшейтілген түрде босату онда түріне көшеді. Жинақталмайды. Енді патогенетикалық факторлар. Симпат адренал жүйенің белсенділенуі, глюкагонның, кортизолдың және катехоламинтердің артық мөлшері, немесе гепатоциттердің зақымдануы және олардың түзілу қызметінің төмендеуі. Мына жерде міне көрсетілген ол гликоген. Сонда осы әсерінен онда гликоген ыдырауының синтезінен басымырақ болады. Мына жерде міне құрылған түрі, ал ыдырау деген байланыстардан ыдырайды. Қорда жиналмайды. Салдарлары болады. Уақытша транзиторлық немесе тұрақты гипергликемия дамиды. Бұл бауырда гликоген қорының біртіндеп таусылуымен және физикалық жүктеме төзімділігін төмендеуімен көрінеді. Келесі патогенезде гликогеннің шамадан тыс синтезі және жиналуы, керісінше артық жиналады. Гликогенез реттелуінің бұзылыстары көмірсулардың патологиялық деполануына алып келуі мүмкін. Себептері созылмалы гиперинсулинемия, тағам құрамында көмірсулардың артық болуы, инсулинге төзімділіктің ерте сатылары,
Гликоген алмасу ферменттерін тұқым қуалайтын ақаулары, оның салдарлары болады. Гликогеннің шамадан тыс жиналуы, бауыр мен бұлшықеттер тіндерінің архитектоникасы ультра бұзылуы, гепатомегалияның дамуы және гликемия реттеліну икемділігінің төмендеуіне алып келе соғады. Гликогеногенез деген. Ол мысалы мынау бір глюкозаны алайық. Міне глюкоза, тағы глюкоза, тағы глюкоза, тағы глюкоза, тағы глюкоза. Сондай мыңдаған глюкоза бізде жалпы гликоген деп аталады. Тағы байланыстар болады ғой. Үстіне сондай. Ол қажет кезінде ыдырау керек. Содан кейін қанға шығады глюкоза. Мына гликогеннен ыдырап, содан кейін қанға түсу қажет глюкоза. Бірақ дерт кезінде ол керісінше мына тіндерде жиналып қалады, осы жерден шықпайды. Сондықтан ол айтамыз гликоген шамадан тыс құрылуы немесе синтезі және жиналуы. Келесі бұзылыстар болады, ол көмірсулардың аралық алмасуының бұзылыстары. Аралық өнімдер ол сүт қышқылы мен пируват. Сонда гиперлактатемия және гиперпируватемия. Лактат пен пируваттың жиналуы энергетикалық алмасудың анаэробтық жолдарға ығысуын көрсетеді. Оның негізгі механизмдері тіндік гипоксия және ишемия, митохондриялық дисфункция, пируваттың тотығулық декарбоксилденуінің тежелуі, бауырда лактаттың ауысуы глюкозаға бұзылыстар, коли оралымның тежелуі, немесе тағы тиаминнің тапшылығы. Б1 витамин жеткіліксіздігі ол пируват дегидрогеназа кешенінің қызметтік мына тежелуіне алып келеді. Нәтижесінде метаболизм лактат түзілу бағытында ауысады және энергетикалық тапшылық жағдай дамиды. Бұл жағдайда әсіресе жүйке өтінде және миокардта айқын дерттік үрдістер байқалады. Биохимиялық анализінде көрінетін бізде гипергликемия сондай көрсеткіш. Ол глюкозаның түсу мен түзілу жылдамдығы оң пайдалану мен жинақталу мүмкіндіктерден асып түсетін жағдай. Гипергликемия ол глюкозаның қалыптан жоғарылауы. Мысалы, глюкозаның нормасы бар, нормасының жоғары гипергликемия деп атаймыз. Глюкозаның қанда артықшылығы. Гипер дегеніміз ол көп жоғары, гликоз деген тәтті глюкозаны білдіреді, гема деген қан. Сонда қанда глюкоза мөлшерінің міне қалыптыдан жоғары болуы. Гипергликемия бірнеше түрлері бар. Оның тағамдық немесе алиментарлық гипергликемия немесе ауқаттық. Ол тамақ ішкен соң дамитын өзі физиологиялық уақытша гипергликемия. 1,5-2 сағаттан кейін ол қалпына келе түседі. Сонда нормогликемия болады. Ол уақытша сондай жағдай. Келесі стресстік немесе нейрогендік гипергликемия. Ол орталық жүйке жүйесінің және гормондардың әсерінен, мысалы стресс кезінде, онда гликогенолиз пен глюконеогенез күшейеді. Мұна екі терминді біліп алайық. Гликогенолиз деген ол гликогеннің ыдырауы. Гликоген білесіңдер, глюкоза, байланысқан глюкоза, мыңдаған тізбектер, сондай глюкоза мұна жерде, плюс тағы, ол гликоген жалпы. Сонда осы гликогеннің ыдырауы нәтижесінде глюкоза жоғарылайды. Глюконеогенез дегеніміз ол амин қышқылдарынан, амин қышқылдары немесе май қышқылдарынан, май қышқылдары, осылардан бәрі глюкозаның түзілуі. Осы нәтижесінде гипергликемия дамиды. Глюкоза жоғары қалыптылықтан, нормадан
жоғары болады. Немесе перифериялық утилизация дегеніміз ол жасушаларда мысалы пайдаланбауы. Келесі гипергликемия гормоналдық түрі. Ол инсулиннің тапшылығынан дамиды. Инсулиннің жеткіліксіздігі ол инсулинге тәуелді тіндерде глюкозаның тасымалдануы бұзады, бауырда глюкозаның түзілуін күшейтеді және тұрақты гипергликемияны алып келеді. Себебі мына жасуша болсын, осы инсулин. Инсулиннің негізгі қызметі мына жерде глюкоза. Ол өзінің мына рецептормен арнайы байланысады, содан кейін серпін береді, содан кейін осы жерге мына глюкозаның тасымалдаушы бетіне шығады. Соң глюкозаны байланыстырады, жасуша ішіне енеді. Ал инсулиннің тапшылығы болса, инсулиннің әсері жоқ. Инсулиннің әсері жоқ болса, осы жердегі бұзылыстар тасымалдану жоқ. Тасымалдану болмаса, глюкоза қанда жиналады, гипергликемия дамиды. Келесі инсулинге төзімділік, немесе инсулинге резистенттілік. Қазіргі метаболизмдік патологияның негізгі механизм болып табылады. Тіндердің инсулинге сезімталдығының төмендеуі компенсаторлық гиперинсулинемияға, ал кейіннен бета жасушаларының қызметінің бұзылуына алып келеді. Келесі себеп гипергликемияның ол контринсулярлы гормондардың артық болуы. Контринсулярлық гормон деген ол қарсы деген. Мынау контр деген қарсы білдіреді. Инсулярлық инсулинге қарсы. Сонда инсулиннің әсерінен глюкоза деңгейі төмендейді. Мынау глюкоза, инсулин дейік, инсулин әсерінен глюкоза төмендейді. Контринсулярлы гормон глюкагон. Келесі катехоламиндер. Кортизол деген кортизол және эсттегі соматотропты гормон. Осы гормондардың әсерінен керісінше глюкоза деңгейі жоғарылайды. Олар глюкозаны жоғарылатады. Мына инсулин тек қана бір жалғыз гормон, о глюкозаны ұмытпайық төмендетеді. Ал контринсуляр деген керісінше әсер білдіреді глюкозаны. Ол глюкагон, катехоламиндер, кортизол, соматотропты гормон болып есептеледі. Көмірсу алмасуында тағы бір сондай түрі бар бұзылыстардың. Ол гипогликемия деп аталады. Гипогликемия тіндердің глюкоза деген қажеттілігімен оның түсу мүмкіндіктерінің арасындағы сәйкессіздікті көрсетеді. Бұл жағдай әсіресе ми үшін аса қауіпті болады. Негізгі механизмдері неге дамиды деген. Инсулиннің артық болуы, немесе артық енгізу, экзоген немесе эндогенді. Глюкозаның шамадан тыс пайдалануы, бауырда глюкоза түзілуінің жеткіліксіздігі, немесе контринсулярлық гормондардың тапшылығы. Ол керісінше жағдай. Мына оң алдындағы слайдта гипергликемия болса, мына жерде гипогликемияға алып келеді. Ол керісінше инсулиннің артықшылығы, ал салдары глюкоза деңгейі төмендейді. Глюкоза азаят қалыптан. Оны біз аз деген гликоз деген глюкоза дейміз. Эмия қанда глюкозаның деңгейі төмендеуі. Ал енді контринсулярды гормондардың деңгейі төмендеу керек. Контринсулярды білесіңдер, оның катехоламиндер, кортизол болады, соматотропты гормон. Осының әсерінен де ол азайып кетсе, онда міне контринсулярды гормондардың тапшылығы. Сонда инсулиннің қызметі артық болады. Осы нәтижесінде гипогликемия дамиды.
Ауыр түрінде гипогликемиялық кома дамуы мүмкін. Ол гликемияның төмендеуі нейрондарда энергиялық коллапс қалып келеді, иондық гомеостаздың бұзылыстарына, сайтотоксикалық зақымдануға және мидың қыртыстық және бағаналық құрылымдарының тежелуіне алып келіп соғады. Сонымен қатар құрысулар мен естің тану дамиды, АТФ-тің тапшылығы салдар болып табылады. Байланыс қандай АТФ-пен? Мынау глюкоза жасушаға, жасушада митохондриялар бар. Глюкоза жасушаға түскеннен кейін митохондрияда ыдырайды, митохондрияда сонда аденозин 3 фосфат өндіреді. Ал глюкозаның күрт тапшылығы аденозин 3 фосфаттың тапшылығы. Сонда кома дамуы мүмкін. Келесі тағы көріністер, көмірсу алмасу бұзылыстары, оны глюкозурия деп атаймыз. Глюкозурия дегеніміз, оның аудармасы мынау. Глюкоз деген ол глюкоза, урун деген зәр, немесе несеп. Сонда несепте глюкозаның анықталуы. Глюкозурия глюкозаның бүйректік реабсорбция табалдырығынан асып кету кезінде немесе өзекшелік эпителийдің бастапқы зақымдану нәтижесінде дамиды. Оның түрлері бүйректік глюкозурия бар. Ол қалыптық гликемия жағдайында глюкозаның реабсорбцияның ақауларымен байланысты және тубулопатиямен немесе бүйректік функционал қызметінің өзгерістері. Мысалы, мынау бүйрек өзекшесі алайық. Шымағы болсын. Сонда глюкоза. Мына жерде глюкоза. О қалыпта сіңіріледі толығынан. Глюкоза зәрде болмайды қалыпта. Ал енді сіңірілу бұзылса, глюкозаның, сонда глюкоза соңғы зәрде. Глюкоза анықталады, оны глюкозурия деп атаймыз, оны бүйректік дейміз. Бүйректен тыс, немесе гипергликемиялық глюкозурия. Гипергликемиялық, ол айқын гипергликемия кезінде проксималды өзекшелердің тасымалдаушы жүйелері қаннан дамитын. Себебі ол 9 миллимольға дейін сіңірілу мүмкін. Осы жерде оны табалдырғы деп аталады. Ал одан асып кетсе, онда әр қарай оның сіңірілу мүмкіндігі төмендейді. Осы эпителий жасушаларының сіңірілу төмендесе, зәрде глюкоза анықталады. Глюкозурия деп атаймыз. Енді салдарлары. Зәрмен бірге глюкозаның жоғалуы осмостық диурезге, дегидратацияға, сусыздану деген электролиттік бұзылыстарға және ұзаққа созылған жағдайда дене массаның төмендеуіне алып келеді. Сонымен көмірсу алмасуының бұзылыстарының гормоналдық реттелуді бауырдың, бұлшық еттердің және мидың қызметтерінің қамтитын жүйелік энергетикалық бұзылыстар ретінде қарастыру қажет. Ал клиникалық аурулық дәрежесі глюкоза деңгейімен ғана емес, сонымен қатар оның өзгеру жылдамдығымен, орталық жүйке жүйесінің бұзылыстарымен және оған қарама-қарсы тұру қалпына келтіру механизм қосылуымен, осындай жағдаймен айқындалады. Келесі біз жалғастырамыз. Ол көмірсу алмасу бұзылыстарындағы жиі кездесетін ауру қантты диабет сияқты. Қантты диабеттің жалпы бірінші, екінші түрлерін ажырата болуға болады. Қант диабет ол нақты абсолютті немесе салыстырмалы инсулин тапшылығынан дамитын ауруы.
Ал инсулиннің тапшылығынан оның салдары болады гипергликемия. Осы гипергликемия созымалы болғандықтан метаболизмдік ауруға алып келіп соғады. Осымен байланысты онда тек қана көмір су алмасу емес, ол май алмасу, содан кейін нәрөз немесе ақуыз алмасу, су электролит алмасу мен көрінеді. Тағы ол жүйке жүйесінің, қан тамыр жүйесінің бұзылыстарымен көрінетін сондай ауру. Қант диабеттің бірінші түрі, ол аутоиммундық болып есептеледі. Оның негізінде ұйқы бездің мына Лангер-Ганс деген аралшықтары бар, соның ішінде бета жасушалары. Осы бета жасушалардың үдемелі бұзылыстарының нәтижесінде қант диабеті дамиды. Аурудың дамуында белгісі ол HLA гаплотиптермен байланысты болады. Генетикалық бейімділік онда маңызды рөл атқарады. Осы негізінде аутоиммундық үрдістер істе асады. Сонда осының нәтижесінде инсулиннің деңгейі азаяды. Ал инсулин деңгейі азайса, онда мына инсулиннің болмауынан бауырда гликогенолиз бен гликонеогенез белсенділенеді. Осы нәтижесінде айқын гипергликемия дамиды. Сонымен қатар липолиз, кетогенез күшейеді, бос май қышқылдар мен кетон денелер деңгейі жоғарылайды. Бұл диабеттік кетоацидоздың дамуына қаупі бар. Ауру әдетте жедел басталады және көбіне балалар мен жас өспірімде кездеседі. Сондай-ақ жас адамдарда жиі кездеседі, басталады ерте. Екінші түрі ол полиэтиологиялық ауру. Поли деген көп, этиология деген себеп. Оң патогенезінде перифериялық тіндердің инсулинге тәуелсіз резистенттілігі, содан кейін салыстырмалы инсулин тапшылығы, бірде жүреді. Жетекші рөлді генетикалық детерминацияланған инсулинге тіндік сезімталдықтың төмендеуі рөлі бар. Тағы оған қоса өмір салты факторлары. Енді маңызды патогенетикалық фактор ол висцеральдық семіздік болып табылады. Бұл жағдайда май тіні белсенді эндокриндік орган ретінде қызмет атқарып, апокиндер мен қабынуға қарсы емес цитокиндер бөлінеді. Нәтижесінде созылмалы субклиникалық қабыну дамып, инсулин сигналын пострецепторлық беру бұзылады. Инсулин резистенттілікке жауап ретінде ұйқы бездің бета жасушалары инсулин секрециясын күшейтіп, компенсаторлық гиперинсулинемия қалыптасады. Енді ауру мына қант диабеті екінші түрінде ол гипергликемия, баяу дамиды, бірақ ұзақ болады. Сонымен қатар кетоацидоз бұл түрге тән емес, алайда гиперосмолярлық жағдайлар. Енді диабет кезіндегі диабеттік синдром дамиды. Сон патогенезін қарастырайық. Диабеттік синдром созылмалы гипергликемия мен инсулин тапшылығына байланысты дамитын клиникалық және патофизиологиялық көріністердің жиынтығы. Синдромның орталық буыны патогенездегі гипергликемия. Инсулин тапшылығы кезінде тіндерде глюкозаның пайдалануы бұзылады. Соның салдарынан ол қанда жиналады. Артық глюкоза қосымша биохимиялық жолдармен метаболизденеді. Әсіресе полиолдық жол арқылы альдозоредуктаза ферментінің қатысуымен глюкоза сорбитолға айналады. Жасушалда сорбитолдың жиналуы осмостық зақымдануға, оксидативтік стресстің күшеюіне және диабеттік нейропатия мен ангиопатияның дамуына ықпал етеді. Қосымша маңызды механизм ақуыздардың ферментсіз гликациясы нәтижесінде соңғы гликация өнімдері түзілуі. Бұл қосылыстар ақуыздардың құрылымының өзгерістері, тамыр қабырғасының
қызметін бұзады, базальды мембрананың қалыңдауына алып келеді, эндотелийдің дисфункциясына және макроангиопатияға үдеу алып келеді. Қандағы глюкоза деңгейі бүйректік табалдырықтан асқанда глюкозурия дамиды. Глюкоза алғашқы зәрдің осмостық қысымның арттырып, өзекшелерде судың реабсорбциясын тежейді. Нәтижесінде осмостық диурез және полиурия пайда болады. Су мен электролиттердің жоғалуы гиперосмолярлық гипогидратацияға алып келеді. Қанның қоюлануымен және жасушалық гидратациямен қатар жүреді. Гиперосмолярлық жағдай гипоталамустың осморецепторларын тітіркендіріп, полидипсияның қатты шөлдеуінің және сұйықты көп қабылдауының дамуына себеп болады. Сонымен қатар глюкозаның жасушаларға түсуінің бұзылуы, қандағы глюкоза деңгейінің жоғары болуына қарамастан, энергетикалық тапшылық жағдайына алып келіп соғады. Ол организмдегі аштық орталығын белсендіріп, полифаген дамуына алып келеді. Енді осылайша диабеттік синдром негізінде созылмалы гипергликемия жатқан жүйелі патологиялық процесс болып табылады. Ол қанттың диабетінің екі типіне де тән метаболизмдік, тамырлық, нейрогендік және трофикалық бұзылыстардың дамуына алып келіп соғады. Сонымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.